Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 69-шы бөліміне де келіп жеттік. Бұл бөлімде Эфсун ханым Тимур мен Бахарды қонаққа шақырады, яғни Тимурдың отбасын және Бахардың отбасын өзінің үйіне қонаққа шақырады, яғни жақсы нәрсе емен емес, жаман оймен. Одан кейін Бахар мен Тимур екеуі ауруханада кездесіп қалады. Бахар екеуі сөйлеседі, осындай да осындай. Эфсун ханым бізді қонаққа шақырды. Тимур айтады, мен Ренген екеуміз бірге барамыз дейді. Ал Бахар, менде Эвренді ертіп барамын дейді. Және Бахардың отбасы, анасы, Тимурдың анасы барлығы және Серен мен Азизораз қонаққа келеді. Бұл бөлім осы қонаққа келумен, осы Эфсун ханымның байлығын көрсетеді. Эфсун ханым әдейі Бахарларды кемсіту үшін осы бүкіл дүнияларын шығарды, және тіпті гүлдер, үстелге қоятын маталар, тіпті Сереннің көйлегі, жаңағы Азизораздың костюм шалбары, галстугы, барлығын, жүзіктер, неке жүзігі, гүлдері, осылардың барлығын, дастархан, осылардың барлығын Эфсун ханым әдейі дайындап қойған. Осы кезде Эфсун ханым әдейі айтады, мен барлығын дайындап қойдым, сіздерге әуре болмасын, онсыз да сіздер жұмыстарыңыз бар, бірі бітсе бірі басталатын проблемаларыңыз бар, сонымен айналысып жүре берсін дейді. Мен сіздерге тек қана майлықты таңдасаңыздар болды дейді. Сонымен 3-4 майлықты қолына ұстап Бахар ханымға көрсетеді. Бахар ханым басқа 3-ші майлықты мынау әдемі екен деп таңдайын деп жатқан кезде, жаңағы Эфсун ханым өзі ұнатқан бір екінші майлықты алып, я менде осы ұнаттым деп өтірік әдейі істейді сол жердегілердің көзінше. Сөйтіп осылай өтеді. Одан кейін Омайдың телефоны қайта сообщение келе береді. Оны Парла қайта неге сообщение келіп жатыр, дауыссыз режимге неге қоймайды екен деп дауысын басуға келген кезде телефоны көріп қалады. Яғни Джем деген бір жігітпен сөйлесіп жатыр екен. Оны Парла көріп, бұл кім, саған неге жазып жатыр дейді. Омай айтады, сенің шаруаң болмасын, сені ол қызықтырмасын деп басқа жерге кетіп қалады. Бірақ ол Парла сыртынан қарап тұрады. Омай телефонды көрген сайын күліп, мәз болады, өйткені бір-біріне ғашық еді. Парла оны біледі. Сонымен Парла Инстаграмын көріп, осы Джем деген жігітті Инстаграмын тауып алып, оған Парлаға ұнамайды. Сөйтіп ол жаңағы Омайға айтады, сен мынау қандай адам, сен білесің бе, өзі бұл жігіт саған басыңа бәле болмасын дейді. Одан кейін Омай мен Джем екеуі бір кафеде кездесіп бірге кофе ішеді. Джем өзінің білімсіздігін көрсетіп, бұл қандай кофе, маған ұнамады, тіпті бағасы да соншалықты қымбат екен, мен жетімдер үйінде өстім, анау мынау деп өзінің проблемасын айта бастайды. Омай шамал ұялыңқырап, жарайды, екеуміз бір кофе алайық, егер де ұнаса, саған сен ішерсің дейді. Сөйтіп бірақ Джем далада біреу осы екеумізді аңдып жүргенін, капюшон киіп алған бір кісі аңдып жүргенін байқайды, көріп қалады. Сөйтіп Омай мен жаңағы Джем екеуі орманның ішінде, яғни саябақтың ішінде кетіп бара жатқан кезде, жаңағы басына капюшон киіп алған адам жаймен артынан ере бастайды. Сол кезде Джем айтады, сен осы жерде отыра тұр, бізді бір кісі аңдып жүр, мен оны ұстап аламын дейді. Сол кезде байқатпай Парланы ұстап алады. Парланың қалпағы шешіліп қалады. Сол кезде бір-бірін танып, сен неге бұлай істеп жүрсің деп бір-бірімен ұрса жөнеледі. Содан кейін Парла үйіне кетіп қалады, артынан жаңағы Омай да барады. Сонымен Омай екеуі сөйлеседі. Парла айтады, ол сен жігіт керек емес саған, ол сенің басыңа бәле болады, қажеті жоқ, ол Инстаграмдағы суреттерін көрдің бе, қорқынышты ғой деп оған барынша түсіндіруге тырысады, бірақ оны Омай түсінбейді. Омай айтады, онымен кездескенімді ешкімге айтпа дейді. Сол кезде Парла да айтады, жарайды, менің де сені аңдағанымды ешкімге айтпа деп оған айтады. Екеуі келіседі. Одан кейін Серендердің үйі, бүгіндікке осы Серендердің үйін көрсетті, басқа ешнәрсе көрсеткен жоқ. Серен өзінің қайын атасы сыйлаған сырғаны осы Серенге сыйламақшы. Сырғаны береді. Серенге қатты ұнайды сыйлық, бірақ оны Эфсун ханым ұнатпайды. Сөйтіп барлығы тарқап, қонақта төменге түсейін деп жатқан кезде, осы Эврен мен Бахар Эфсун ханымның сөзін естіп қояды, мен бәрібір бұл сырғаны тойға таққызбаймын деген сөз еді. Оны Бахар жынданады, неге олай жасап жатыр, барлығын қайта балалардың бақытты болуын қаламай ма деген сияқты. Тіпті бұл жерде жаңа Эфсун ханым Ренгеннің берген әшекейін де ұнатпай, сен оны өзің таға бер, бізге керек емес дейді. Ал сол жерде Ренген болса жынданып, Эфсун ханымға айтады, сенің бұл нәрсең дұрыс емес. Бахармен Бахар бәрімізді ойнатып жүрсің бе, шахмат қылып жүрсің бе деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Эфсун айтады, қалай біліп қойдың деп оған сөз қайтарады. Сол кезде Тимур айтады, Ренген мен Тимур айтады, бізді ендеше саған қарсы жүреміз. Абай бол, келесі жүріс біздікі дейді. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Бүгінгі бөлім осы Эфсун ханым дүнияларын көрсетумен, тіпті неге дейін, тойханаға дейін дайындап қойған, осылардың көрсетумен әр дүниясын осылаймен бітеді. Бүгінгі бөлім осылай аяқталады. Келесі бөлім өте қызық. Егер де келесі бөлімін көргілеріңіз келсе, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.